Баршаңызға сәлем, сіздермен бүгін Дамира. Бүгін сіздермен езілмейтін, дәмі өте ерекше, бір жасағаннан шығатын лагманның қамырын бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді өтінемін. Бұл рецепт 10-12 адамға арналған. Және де қамырға керекті заттардың мөлшерін видеоның астына жазып кететін боламын. Дәл осы граммен өлшеніп жасасаңыздар, қамырларыңыз идеальный болып шығады. Ең алдымен ұнды електен өткізіп ыдысымызға саламыз. Жұмыртқа, салқын су, тұз және сұйық май қажет болады. Салқын суымызға 2 шай қасық тұзымызды салып, әбден араластырамыз. Тұзымыз әбден еруі қажет. Және де 4 ас қасық сұйық май құямыз. Қыздар, естеріңізде болсын, егерде рецептеріңіз дәл шықсын десеңіз, грамын міндетті түрде таразымен өлшеп алғандарыңыз дұрыс. Сонда сіздердің рецептеріңіз идеальный болып шығады. Тұз бен сұйық майды араластырып, үстіне жұмыртқаны саламыз. Бұл жерде жұмыртқаның саны маңызды емес, сіздер шошмаңыздар 5 жұмыртқа деп. Бұл жердегі жұмыртқа өте кішкентай болғандықтан мен 5 жұмыртқа қолдандым. Оның грамын описанияға жазып кететін болам. Әбден араластырып, тұздығымызды бірден ұнымызға құямыз. Толық құя салған дұрыс болады. Мен осындай үлкен қамыр жасаған кезде міндетті түрде миксермен жасаймын. Сондықтан да қолмен жасай берсеңіздер де болады, бұл маңызды емес. Миксердің ең аз жылдамдығынан бастап, орташа жылдамдыққа қарай қосып, одан соң тез жылдамдығын қосып, осылай қамыр илейміз. Көріп тұрғандарыңыздай, мен ешқандай артық су құйған жоқпын, жаңағы толық құйған суымен осындай қамыр иленді. Енді ыдыстан алып, осылай дастарханның үстіне қойып, қалған қамырымызды өзіміз қолымызбен басып тындырамыз. Қамырымызды әбден басып, бетін жауып 10 минутқа тындырып қоямыз. 10 минуттан соң тағы да әбден басамыз, тағы да 10 минутқа қойып қоямыз. Нанымыз осындай эластичный болғанға дейін әбден иін қандырамыз. Нандарыңыз осындай жұмсақ болғаннан кейін лагманымызды созуға кірісеміз. Екі шетіне майымызды жағып, нанымызды басып, пышақтың көмегімен қатты жуан емес, қатты жіңішке емес қылып, осындай формада кесіп аламыз. Өзіңіздің қалауыңызша осылай кесіп алып, лагманды созуға кірісеміз. Мен сияқты жасайтындарыңыз болса, астына комментарийға қалдырып кетіңіздер. Бөлісе отырыңыздар өздеріңіздің рецептеріңізбен. Бірақ дәл осы рецептпен лагмандарыңыз идеальный шығады. 100% гарантия беремін мен. Лагманның қамыры осылай салқын суға үйлесеңіздер, суға қайнатқан кезде нандарыңыз езіліп кетпейді және де созған кезде үзілмейді. Ал жұмыртқаларыңыз егер үлкен болған жағдайда 2 жұмыртқа қоссаңыздар жеткілікті. Мен сияқты кішкентай жұмыртқа болса, онда 4 немесе 5 жұмыртқа қосқан абзалырақ. Лагмандарымыз осылай тез-тез созып, бірінің үстіне бірі майлап қоямыз да, бір 5 минутқа тындырып қоямыз, бетін жауып. Одан соң 5 минут өткеннен соң лагманымызды созуға кірісеміз. Ең алдымен ең бірінші созылған лагманнан бастаймыз. Егер лагмандарыңыздың қамыры дұрыс шықпай жүрген жағдайда, осы рецептпен жасауға сіздерге кеңес беремін. 100%-ға лагмандарыңыз жақсы шығады. Лагманның дәмді шығуы, ол ең бірінші лагманның қамырына байланысты. Қамыры дәмді шықса, қамыры жақсы жайылса, онда лагман дәмді шығады. Сондықтан да лагманның қамырын жақсылап үйреніп алсаңыздар болады.
Бұл қамыр гөрі лагманға да, томянға да және үй лагманына да келе береді. Бір сөзбен айтқанда, универсальный қамырдың рецебі осы. Осы рецеппен жасасаңыздар, өкінбейсіздер. Алдын ала қазанға су қайнатып қойды, ұмытпаңыздар. Тұз салып қойды да ұмытпаңыздар. Тұзды көп салудың керек жоқ. Міне қараңыздар, менің қамырым, кеспелерім қандай біркелкі шықты. Енді қайнап тұрған суыма осы қамырымды саламын. Қамырды салған соң қақпағын жабыңыз. Бірден шанышқымен арасын ашудың керек жоқ. Бір 30 секунд өткен соң ғана, қайнап бастаған кезде ғана шанышқымен арасын ашып жібересіздер. Сонда қамырларыңыз бір қалыпты болып тұрады, формасын өзгертпейді. Қамырдың бір қалыпты болу құпиясы осыда. Қайнатқан кезде бір қайнағаннан-ақ қамырды түсіріп алыңыздар. Екі қайнатудың қажеті жоқ. Сонда қамырларыңыз езіліп жабыспайды. Байқағандарыңыздай, менің кеспелерім бір қалыпты болды, өзінің формасын өзгерткен жоқ. Жаңағы құпияны істесеңіздер, сонда сіздердің де қамырларыңыз осында бір қалыпты болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, қасында қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.